Біздің бұл шығарылымды көрмес бұрын 2009 жылы шыққан Ричард Келлидің «Посылка» атты фильмін көргеніңіз жөн. Баласы бар жас жұбайлар таңертең есіктің алдан бір қағазға оралған жолдама тауып алады. Оның ішінен кілтпен ашылатын қорапша шығады, және оны тастап кеткен адам сағат 17:00-де келетіндігін жазып көрсетіпті. Көрсетілген уақытта осы қораптың иесі келеді де істің мән-жайын айтуға кіріседі. Ол қорапты арнайы кілтімен ашып көрсетеді, және оның ішінде бір батырма ғана бар екен. Оларға егерде осы батырманы басатын болса, $1 миллион әкеліп беретін. Бірақ осыдан кейін олар танымайтын бір адамның өлетінін атап өтеді. Олар таңдауларын жасап болғаннан кейін бұл қорапты келесі отбасына жіберетінін де жасырмай айтады. Әуелде олар мұны әзіл деп ойлайды. Осы сәтте бұл отбасына ақша қатты қажет болып жүреді. Сондықтан әйелі бұл батырманы басып көргісі келеді. Күйеуі егерде бір адамға зиянымыз тиіп кетсеші деп айтқанда, әйелі оған мүмкін түрмеде отырған бір қылмыскер өлер. Ондай жағдайда еш нәрсе өзгере қоймайды деп жауап береді. Күйеуі баспауда айтып үлгермейінше әйелі бұл батырманы басып қояды. Осы сәтте ол жігіт жұмыс жасайтын жердегі бір қызметкер өз әйелін атып өлтіргендігі туралы хабар алады. Олар бақытты отбасы болған көрінеді. Сол себепті мұндай жағдайдың қалай орын алған ешкім де білмейді. Фильмнің соңғы жағына келсек, бұл отбасына таңдау беріледі. Қорапта жіберушілер олардың баласын соқыр әрі саңырау қылып тастап, осы балаларыңмен өмір сүрсеңдер, сонымен қатар алған ақшаларында өздерінде қалады. Немесе күйеуі әйелін атып өлтіруі керек. Сонда бала өз қалпына келіп, ақша сол баланың депозитіне аударылады дейді. Өзінің мүгедек болып қалған баласына қарай алмаған анасы күйеуінен өзін атуын сұрайды. Ақырында күйеуі әйелін атады да баланың есту және көру қабілеттері қайта қалпына келеді. Осы сәтте бізге экранда басқа отбасыны көрсетеді. Олар сол сәтте сиқырлы батырманы басып жатқан еді. Демек, осы отбасы батырманы басқандықтан біздің басты кейіпкер де өлді. Өйткені олардың батырманы басуы олар танымайтын адамның өлуімен байланысты. Ал басты кейіпкердің батырманы басуы сәйкесінше фильмнің бастапқы жағындағы өз күйеуі атып өлтірген әйел адамның өлуіне себепші болған еді. Демек, олардың істегендері өздеріне айналып келді. Бұл қорапшаны жіберушілер басқа адамдар өздерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін танымайтын адамдарды өлтіре алады ма? Соны білу үшін эксперимент жасап жатқан еді. Олар қорапшаны осындай қиын жағдайдағы әртүрлі отбасыларға таратады. Сәйкесінше, егерде сіз бұл батырманы басып, біреуді өлтіріп ақша алсаңыз, қорапша келесі сіз танымайтын адамға жеткенде, олар ақшаны алып, енді сізді өлу мүмкіндігіңіз пайда болады. Бұл фильмдегі кейіпкерлер өздерін басқа адамдардың орнына қойып, олардың өмірін ойлаған жоқ. Сондықтан өздері де өз кезегінде осындай жағдайға тап болды. Сізге бір адам бір күні осындай қорапшаны әкелмес, бірақ мұндай жағдай өмірде басқаша сипатта орын алуы мүмкін. Мысалы, сіз белгілі бір үлкен қызметке тұрдыңыз делік. Бұл қызметті сізге $1 миллион немесе одан да көп ақша беруші, яғни осындай сиқырлы батырманы ұсынушы адам делік. Сіз оның ұсынысын қабылдап, яғни мемлекеттің бөлген ақшасын ұрлап немесе біреуге тиесілі ақшаларды алып, өз жағдайыңызды жақсартуыңызға болады. Ал сәйкесінше сіз кімге тиесілі ақшаны алдыңыз, сол адам қиын жағдайға тап болады. Мысалы, ауыр халдегі науқастың ақшасын алып қойған болуыңыз мүмкін, немесе ауруханаға бөлінген ақшаны алып қойып, бір емес осы ауруханада емделіп, жазылып кетуі мүмкін бірнеше адамды өмірінен айырдыңыз. Көптеген мысалдар келтіруге болады. Осы әрекетіңізбен сіз де фильмдегідей өз жағдайыңызды түзеу үшін өзіңізге тиесілі емес ақшаны алып, өзіңіз танымайтын бір адамды өлтірдіңіз. Және осы үшін бір күні жауап беруге тура келетінін де
ұмытпаған жөн. Себебі мұндай мүмкіндік тек сізде ғана бола бермейді. Бір күні басқа біреу сізге тиесілі нәрсені алып қойғанда қиын жағдайға сіз қалуыңыз мүмкін. Қысқасы, өмір алма-кезек. Ал негізінен қорыққаннан емес, басқаларды олардың өмірін құрметтегеннен тек қана жақсылық жасау керек. Фильмнің басты жеткізгісі келгені осы болатын. Егер де барлық адам өз қамдары үшін басқаларға зиян келтіруден тайынбаса, мұндай қоғам бірін-бірін жойып тынады. Сондықтан жемқорлық, ұрлық, парақорлық деген сияқты нәрселерден мәңгілікке бас тартуымыз қажет. Сонда ғана қоғам әрі қарай алға басатын болады. Көптеген адамдар өздерін басқалардан жоғары қояды, себебі басқалардың өмірін түсініп көруге ешқашан тырыспайды. Ал негізінен кез келген адам басқалар сияқты қарапайым адам ғана. Тек сенің көзқарасың бойынша емес, жалпы адамзат көлемінде алып, кең мағынасында қарастырсақ, сенің қажеттіліктерің басқалардыкінен жоғары емес. Кез келген адам бірдей бақытты, бай болғысы келеді. Сен бұл ақша басқаларға қарағанда саған керегірек деп ойлауы мүмкін, бірақ бұл шынымен де солай болғандықтан емес. Ол сенің эгоистік көзқарастарыңның, жалпы адамзат өмірін ойлап көрмегеніңнің, тек қана қалай өз жағдайыңды жақсартуға болады деп ойлағаныңның нәтижесі. Әрине, кез келген адам өзін бірінші ойлайды. Бұл өз өміріңнен бас тартып, тек басқаларды ойлауға кіріс деген емес. Бұл кем дегенде басқаларға зиян жасамай өмір сүр, мүмкіндігінше көмектес дегенді білдіреді. Егер де сіздер осы фильмді көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріңіздер. Ал сізге осындай мүмкіндік бұйырса, батырманы басар ма едіңіз?